Сәлем баршаларыңызға, біз бүгін сырне жасайтын боламыз. Тестасыз және де қарапайым үй жағдайында тез дайын болатын сырне. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне етімізді алып, біз оны мариновать ететін боламыз. Бұрышымыз саламыз, паприкамызды және де чеснок, тұз салып, әбден араластырамыз. Араластырып, жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Жарты сағаттан көп тұрса, одан да дәмді болады. Міне, негізі еттің приправасы болса, осылай мариновать еткенде салып жүрсеңіздер, қосып жүрсеңіздер, одан да дәмді болады. Міне, әбден араластырып, жарты сағат қойып қоямыз. Енді біз картошкамызды ашып, өстіп салфеткеге кептіретін боламыз. Себебі біз жеке қуыратын боламыз картошкамызды. Міне, қазанымызға майымызды салып, картошкамызды қуыратын боламыз. Негізі майды кішкене молырақ құйсаңыздар, аз құйсаңыздар, картошкаларыңыз жабысып қалады. Міне, осыны әбден сарғайғанша қуыратын боламыз. Міне, біздің картошкамыз сарғайып пісті. Енді бұны ыдысымызға алып, жеке қойып қоятын боламыз. Негізі картошканың приправасы бар, негізі соғын да салып араластырып жесеңіздер де болады. Пісқаннан кейін, өстіп қуырып болғаннан кейін. Мен өзім сырнені 3 адамға жасап жатырмын. Міне, дайын болды картошкамыз. Енді сарымсағымызды мол қылып турайтын боламыз. Негізі сырнеге сарымсақты мол қылып турасаңыздар, сырнелеріңіз дәмді болады. Сарымсағымыз турап болдық. Енді және мариновать еткен етімізді әбден қуыратын боламыз. Міне, қызып тұрған майға салып қуыратын боламыз. Міне, біздің етіміз қуырылып болды. Енді лугымызды салып, тағы бір қабат қуыратын боламыз. Міне, біз сарымсағымен етімізді әбден қуырып алдық. Тұз ештеңе салмаймыз, және мариновать еткен тұзбен қала береді. Міне, қуырылып болды. Енді картошкамызды осы етіміздің бетіне салып, астын кішкене баяулатып, әбден пісқанша бетін жауып қоямыз. Міне, біздің тамағымыз дайын болды. Міне, менде осындай сырне дайын болды. Тез және оңай. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.